білесіздер ме? Бұл біздің Алатау Батыр ауылындағы Қазақстан жалпы орта мектебі. Қытай басылық қазына демекші, біз сіздерді өзіміздің кітапханамызбен қысқаша таныстырғымыз келеді. Болашақ маман несі болу үшін біз білім алудамыз. Біздің болашағымызда қандай мамандықтарды игерген дұрыс? Ең сұранысқа ие мамандықты әркім өзі таңдағаны дұрыс. Біздің таңдауымыз біздің болашағымыз. IT мамандығы болашақ Қазақстан технологиялар үшін тығыз байланысты мамандық. Биология оны және ғылым деген мағынаны береді және ортада организмдерді және оны қоршаған ортамен арақатынасын зерттейтін ғылым. Физика грек тілінен аударғанда табиғат мағынаны білдіреді. Біз физикадан көптеген тәжірибелік жұмыстар жасап үйренеміз. Мамандығы аса жауапкершілікті талап ететін мамандық. Адамның араша алып қалатын, өзіне байыппен қарайтын мамандық түрі. Раби атамыз айтқандай, ғылыммен айналысамын деген адамның ақыл ойы айқын болу керек.